50 жылдан кейінде өшпеген сезім. Адамның жүрегі кейде ұмытқандай болады, бірақ шын сүйген жанын ешқашан ұмытпайды. Күздің соңғы күндерінің бірі еді. Ауылдың сетіндегі көне саябақта 70 жасқа келген ақ жаулықты кейуана жалғыз өзі орындықта үнсіз отырды. Қолында сарғайған ескі хат. Хаттың шеттері тозып, қағазы жұқарып кеткенмен, ішіндегі әрбір сөз оның жүрегінде күні бүгінге дейін жаңғырып тұрғандай. Бұл Айнұр еді. Ол хатты соңғы 50 жылда жүздеген рет оқыған, бірақ бүгінгі оқығаны ерекше болатын. Өйткені дәл бүгін олар айырылысқан күнге тура 50 жыл толып отыр. Айнұр аспанға ұзақ қарады. Көз алдына 20 жасар өзі келе қалды. Ақ көйлегі желбіреп, ұзын қара шашын жел тербеп тұрған кез. Ал жанында өмірінде жалғыз ғана сүйген жігіті Ербол. Екеуі бір-бірін алғаш көрген күн әлі күнге дейін есінен кеткен емес. 50 жыл бұрын. Бұл ауыл қазірден әлдеқайда шағын болатын. Көктемнің мамыражай кеші. Ауыл клубында жастардың концерті өтіп жатқан. 20 жасар Айнұр ауыл мектебінде жаңа ғана мұғалім болып жұмысқа тұрған. Ақылды, тәрбиелі, сабырлы қыз еді. Ән айтатын, домбыра тартатын, балаларды ерекше жақсы көретін. Сол концертке ауданнан келген жастардың арасында ұзын бойлы, қоңыр көзді жігіт отырды. Бұл Ербол болатын. Ербол ауылдағы ең дәулетті адамның ұлы еді. Әкесі Базарбай. Мінезі қатал, айтқаннан қайтпайтын. Бүкіл ауыл оның сөзінен именетін. Ал анасы Шолпан керісінше өте мейірімді, ақ жарқын жан болатын. Ербол әкесіне ұқсамаған. Кішіпейіл, еңбекқор, адамның байлығына емес, жүрегіне қарайтын жігіт еді. Концерт аяқталған соң ауыл жастары сыртқа шықты. Айнұрдың домбырамен орындаған әні Ерболдың құлағынан кетпей қойды. Ол қыздың жанына жақындады. Кеш жарық, кеш жарық. Әніңіз өте әдемі екен. Айнұр қысылып күлімсіреп қойды. Рахмет. Мен Ерболмын. Айнұр. Сол екі ауыз сөз олардың тағдырын өзгертетінін екеуі де білген жоқ. Күндер өте берді. Ербол ауданға әр келген сайын мектепке соғатын болды. Әйтеуір бір сылтау табады. Бірде кітап әкеледі, бірде газет, бірде мектептің шаруасына көмектеседі. Негізгі мақсаты Айнұрды көру. Айнұрда оны күтіп жүретінін өзі де байқамай қалды. Кешкілік ауыл сыртындағы өзен жағасына барып, ұзақ әңгімелесетін, армандарын айтатын. Мен үлкен үй салғым келеді, дейтін Ербол. Ал мен сол үйдің ауласына алма ағаштарын отырғызамын. Үйіміз балалардың күлкісіне толсын. Айнұр күліп. Қанша бала? Төртеу. Төртеу көп емес пе? Сен бар жерде бәріне үлгереміз. Екеуі балаша күліп жүретін. Сол күндері өмірдің бәрі өздерінікі сияқты көрінетін. Бірақ олардың бақытына кедергі болатын адам бар еді, Базарбай. Ол ұлының Айнұрмен кездесіп жүрген естіген бойда ашуға булықты. Сол мұғарым қызға үйленем деп жүр екенсің? Иә, әке. Ол қыз бұл әулетке лайық емес. Несі екен? Байлығы жоқ. Маған байлық керек емес. Маған керек. Ербол алғаш рет әкесіне қарыстырды. Әке, мен Айнұрдан басқа ешкімге үйленбеймін. Базарбай жұдырығын үстелге бір-ақ қойды. Онда бұл үйден кет. Үйдің бір бұрышында үнсіз тұрған Шолпан көз жасын тыя алмады, бірақ күйеуінің алдында үнсіз қалды. Ал дәл сол сәтте Айнұр үйдің сыртында тұрған еді. Ол Ерболға тосын сый жасағысы келген. Бірақ есік алдынан естіген сөздері оның бүкіл өмірін тас-талқан етті. Көз жасын сүртіп, ешкімге байқатпай кері бұрылды. Ол сол түні Ерболмен емес, өз бақытымен қоштасып бара жатқанын әлі білмеген еді. Сол түні Айнұр үйіне қалай жеткенін өзі де білмеді. Ауыл көшелері тым ұзарып кеткендей болды. Кеше ғана таныс көрінген әрбір үй, әрбір ағаш бүгін оған суық әрі бөтен еді. Жүрегіне қадалған бір ғана сөз қайта-қайта жаңғырып тұрды. Ол қыз бұл әулетке лайық емес. Айнұр үйінің есігін үнсіз ашты. Шешесі оның өңі қашып өткен бірден байқады. Қызым, саған не болды? Ештеңе болған жоқ, апа. Шаршадың. Ол бөлмесіне кіріп есікті ішінен жапты. Содан кейін ғана көз жасына ерік берді. Айнұр кедей отбасынан шыққан еді. Әкесі ерте қайтыс болған. Шешесі жалғыз қызын ешкіммен кем қылмай өсіру үшін таңнан кешке дейін еңбек етті. Екеуінің байлығы болмаса да ешкімнің алдында ұятқа қалмаған. Бірақ Базарбай үшін
адамдық қасиет емес, мал мен дүние маңызды деді. Сол түні Айнұр таң атқанша ұйықтай алмады. Ербол мені шынымен таңдай ала ма? Әлде бір күні әкесінің айтқанына көне ме? Деген ой маза бермеді. Ал Базарбайдың үйінде де тыныштық болмады. Ербол сыртқа шығып кеткеннен кейін Шолпан күйеуіне қарап: «Баланың обалына қалма», деді ақын. Базарбай ашулана бұрылды. «Сен де соның сөзін сөйлеп тұрсың ба? Айнұр жаман қыз емес, тәрбиелі, оқыған, елге сыйлы. Маған оның тәрбиесі емес, шыққан жері керек. Шыққан жеріне қарап, адам таңдамайтын едік қой. Менің шешімім өзгермейді». Шолпан үндемей қалды. Бірақ сол түні алғаш рет күйеуінің қаталдығынан шын қорықты. Өйткені Ерболдың көзінен бұрын сонды көрмеген қайсарлықты байқап еді. Таң ата Ербол Айнұрдың үйіне келді. Есікті шешесі ашты. «Айнұр үйде ме?» «Үйде, бірақ түннен бері жылап шықты. Не болды?» Ерболдың жүрегі шым ете қалды. «Мен сөйлесейін». Айнұр сыртқа шыққанда оның жүзі бозарып, көзі ісіп кеткен еді. Екеуі біраз үнсіз тұрды. «Сен бәрін естідің бе?» деді Ербол. Айнұр басын изеді. «Неге маған айтпадың?» «Не айтар едің? Әкең мені қаламайды. Маған әкемнің қалауы маңызды емес. Бүгін олай дейсің, ертең ше?» «Ертең де солай айтам». Ербол оның қолынан ұстады. «Айнұр, мен сені тастамаймын. Қалаға бірге кетейік, жұмыс табам. Қарапайым өмір сүрсек те бірге болайық». Айнұр бір сәт оның жүзіне үмітпен қарады. Бірақ шешесінің жалғыз қалғаны есіне түсті. «Мен шешемді тастап кете алмаймын. Онда екеуіңді де алып кетем». «Бәрі сен ойлағандай оңай емес, Ербол. Оңай болмаса да тырысамыз». Айнұр алғаш рет әлсіз жымиып: «Маған бір күн уақыт бер», деді. Ербол келісті. «Ертең осы жерде күтемін». Бірақ сол күні кешке Базарбай ауданынан екі адам ертіп келді. Олар Ерболды алыс қаладағы танысының құрылыс бригадасына жібермек болды. «Ертең таңғы автобуспен кетесің», деді Базарбай. «Мен ешқайда бармаймын». «Барасың. Айнұрмен сөйлесуің керек. Ол қызды енді көрмейсің». Ербол әкесіне тік қарады. Ербол екеуі болашақтарын жоспарлаған талдың қабығына кішкентай ғана белгі ойып қалдырды. А+Е. «Қош бол, Ербол», деді ол көзіне жас алып. «Мен сені шын сүйдім». Сол күні Айнұр ауылдан бір жола кетіп қалды. Ал бірнеше айдан кейін Ербол туған жеріне оралғанда, оның үйі бос тұрды. «Айнұр қайда?» деп сұрады ол көршілерден. «Көшіп кетті». «Қайда?» Ешкім нақты білмейді. Ербол Айнұрдың өзін күтпей кеткеніне сенбеді. Ал Базарбай ұлына: «Ол саған тұрмысқа шықпайтынын айтып кетті. Басқа біреуге күйеуге шықпақ», деді. Сол күні Ербол өзен жағасына барып, таң атқанша жалғыз отырды. Ол ағашқа ойылған А+Е белгісін көрмеді. Өйткені жылдар өте бастаған алғашқы қабық оның бетін бүркеп қалған еді. Осылайша екі адамның арасындағы шындықты бір ғана хатпен бірге өртеп жіберді. Екеуі бірін-бірі тастап кетті деп ойлады. Ал тағдыр олардың қайта кездесу үшін 50 жыл күтуге мәжбүр болды. Айнұр жаңа ауылға көшіп келгеннен кейін өмірін қайта бастауға тырысты. Бірақ адамның мекенін өзгерткенмен жүрегін өзгерту қиын екен. Күн сайын таңертең мектепке баратын, балаларға сабақ беретін, олардың шулаған дауысына күлімсіреп жүретін. Ал кешкісін үйге оралғанда жалғыз бөлмеде баяғы өзен жағасын, Ерболдың күлкісін, екеуі бірге құрған армандарын есіне алатын. Кейде түн ішінде оянып кетіп: «Неге мені күтпедің, Ербол?» деп сыбырлайтын. Ол Базарбайдың сөздеріне толық сенгісі келмейтін. Бірақ Ерболдан бірде-бір хат келмеді. Бірде-бір хабар болмады. Уақыт өте келе үміті де әлсірей бастады. Айнұрдың анасы сырқатынан айыға алмады. Қызына қарап: «Қызым, мен үшін өмірімді тоқтатпа» дейтін. «Апа, менің бәрі жақсы». «Жоқ, жақсы емес. Сенің көзің бәрін айтып тұр». Айнұр үндемейтін. Анасы қызының біреуді күтіп жүргенін сезетін, бірақ кім екенін білмейтін. Арада 2 жыл өткенде ауыл мектебіне жаңа директор келді. Оның аты Ернар еді. Ернар сабырлы, білімді, жесір қалған азамат болатын. Бірнеше жыл бұрын әйелі ауыр науқастан қайтыс болып, жалғыз өзі кішкентай ұлын тәрбиелеп жүрген. Ол Айнұрдың балалармен сөйлескенін, анасына қамқорлығын, сабырлы мінезін
сырттай байқап жүрді. Бір күні мектептен кейін Айнұрға келіп, «Сізбен сөйлессем бола ма?» деді. «Айта беріңіз». «Мен көп ойландым. Сізді құрметтеймін. Менің балама ана, маған өмірлік серік болуға келісер ме едіңіз?» Айнұр абдырап қалды. «Кешіріңіз, Ернар, мен...» «Бірден жауап бермеңіз, ойланыңыз». Ернар оны қыстамады. Айнұр сол түні анасына бәрін айтты. Анасы ұзақ үнсіз отырды. «Ернар жаман адам емес», деді ол. «Бірақ сенің жүрегің басқа біреуде екенін сезем». Айнұрдың көзінен жас шықты. «Ол мені тастап кетті, апа». «Шын сүйген адам оңай тастамайды». «Бірақ ол келмеді». Анасы қызының қолын ұстады. «Кейде адам келгісі келіп тұрып, келе алмай қалады». Бұл сөз Айнұрдың жүрегіне қадалды. Бірақ өткенді өзгерту мүмкін емес еді. Анасының денсаулығы күннен күнге нашарлап бара жатты. Ол қызының жалғыз қалғанын қаламады. Бірнеше айдан кейін Айнұр Ернардың ұсынысын қабылдады. Ол Ернарды сүймеді, бірақ оның адалдығын, мейірімін құрметтеді. Ернар да Айнұрдың жүрегінде жазылмаған жара барын сезетін. Сондықтан ешқашан артық сұрақ қойған жоқ. Үйленгеннен кейін Айнұр Ернардың кішкентай ұлын өз баласындай қабылдады. Бала оны алғашында апай деп жүрді. Бір күні ауырып қалған кезде Айнұр түні бойы жанынан шықпай отырды. Таңға жақын бала көзін ашып, «Анашым, су берші», деді. Айнұрдың жүрегі елжіреп кетті. Ол баланы бауырына басып, үнсіз жылады. Сол күннен бастап Айнұр отбасының шын анасына айналды. Бірнеше жылдан кейін Айнұр мен Ернардың да бір қыздары дүниеге келді. Олар қыздарына Бану деп ат қойды. Айнұр отбасына адал болды. Ернарға құрмет көрсетті. Балаларын жеткізді. Бірақ жүрегінің ең түкпірінде бір адамның аты өшпей қалды. Ербол. Ал Ерболдың өмірі де өз арнасымен жалғасып жатты. Айнұр көшіп кеткеннен кейін ол әкесіне бұрынғыдай қарай алмады. «Сіз оған не айттыңыз?» деп сұрады бір күні. «Шындықты айттым». «Қандай шындық?» «Ол сені күткісі келмеді». «Мен сенбеймін». «Сенбесең, іздеп тап». Ербол іздеді, ауданға барды. Мектептерді сұрастырды, туыстарын іздеді. Бірақ Айнұрдың анасы ешкімге нақты мекенжай қалдырмаған еді. Сол жылдары байланыс бүгінгідей оңай емес болатын. Бір адамның жоғалуы үшін бірнеше күннің өзі жеткілікті еді. Шолпан ұлының күн сайын жүдеп бара жатқанын көріп, іштей қиналды. Ол шындықты айтқысы келді. Бірақ Базарбайдан қорықты. Күйеуі: «Егер балаға бірдеңе айтсаң, бұл үйде тұрмайсың», деп қорқытқан болатын. Шолпан үнсіз қалды. Сол үнсіздігі кейін өмір бойы жанына батты. Арада 5 жыл өтті. Базарбай ұлына дәулетті отбасының қызына үйленуді бұйырды. Қыздың аты Шолпан болатын. Ербол алғашында үзілді-кесілді қарсы болды. «Мен үйленбеймін. Айнұр қайтып келмейді», деді Базарбай. «Өміріңді құртып жүрсің. Ол сіздің кесіріңізден кетті. Дәлелің бар ма?» Ербол үндемей қалды. Сол кезде анасы ауыр дертке шалдықты. Шолпан баласының үйлену тойын көргісі келетінін айтты. «Балам, менің көңілім үшін келішші», деді әлсіз дауыспен. Ербол анасының көз жасына шыдамады. Ақыры үйленуге келісті. Бірақ той күні оның жүзіне күлкі ұяламады. Жанында басқа әйел отырса да, көз алдына ақ көйлек киген Айнұр келе берді. Ерболдың жары жаман адам емес еді. Ол күйеуінің жүрегінде бір құпия барын сезгенімен сұрамады. Уақыт өте келе олардың бір қызы дүниеге келді. Ербол қызына бар мейірімін төкті. Ол қызында Айнұр деп атақсы келген, бірақ әкесі қарсы болды. Сонда Ербол: «Қызымыздың аты Бану болсын», деді. Бұл есімді неге таңдағанын өзі де түсіндіре алмады. Бәлкім, өткен өмірінен қалған жалғыз жылы дыбыс сол еді. Жылдар өте берді. Айнұр да, Ербол да қартайды. Балалары өсті. Немерелері дүниеге келді. Екеуі де сырт көзге бақытты отбасы құрған адамдар сияқты көрінді. Бірақ адам жүрегінің ішінде не жатқанын ешкім білмейді. Айнұр кейде ескі сандығын ашып, Ербол сыйлаған кішкентай орамалды қолына алатын. Ербол болса ауылға барған сайын өзен жағасындағы талға келетін. Бір күні қабығы қалындап кеткен ағашты қолмен сипап тұрып, көмеске жазуды байқады. А плюс Е. Оның жүрегі тоқтап қалғандай болды. Саусақтармен белгі үстіндегі қабықты абайлап тазалады.
Бұл Айнұрдың қолтаңбасы еді. Демек, ол келген. Демек, ол күткен. Ербол ағаш түбіне отыра кетті. Елуге таяған ер адам сол күні баладай еңіреп жылады. Сен мені күттің ғой, Айнұр. Ал мен кешіктім. Сол сәтте ол әкесінің айтқандарының бәрі өтірік болуы мүмкін екенін алғаш рет анық түсінді. Үйге оралған соң анасынан шындықты сұрады. Қартайып, төсек тартып жатқан Шолпан бұдан әрі үнсіз қала алмады. Балам, мен сенің хатыңды жеткізе алмадым, деді жылап. Әкең өртеп жіберді. Ерболдың жүзі сырланып кетті. Айнұрға не айтты? Сен басқа қызға үйленуге келісті деп айтты. Ал маған Айнұр мен тастап кетті деді. Шолпан көз жасына тұншығып: Кешір мен, балам, қорқақ болдым. Сендердің өмірлеріңді қорғай алмадым. Ербол орнынан тұра алмай ұзақ отырды. Оның 50 жылға созылатын өкініші дәл сол күні басталған еді. Бірақ ол уақытта Айнұрдың қайда екенін әлі де білмейтін. Тағдыр екеуін қайта табыстыру үшін тағы талай жыл күтуге мәжбүр етті. Арада тағы талай жыл өтті. Ерболдың анасы Шолпан көп ұзамай өмірден озды. Өлер алдында баласының қолын ұстап жатып: Айнұрды тап, балам. Кеш болса да шындықты айт. Менің ең үлкен күнәм үнсіз қалғаным, деді. Ербол анасының соңғы сөзін өмір бойы ұмытпады. Бірақ Айнұрды іздеуге бірден кірісе алмады. Оның өз отбасы, қызы мен немерелері бар еді. Айнұрдың да әлде қашан біреудің жары, бір әулеттің анасы болғанын түсінді. Ол өткенді қозғап, ешкінің шаңырағын шайқағысы келмеді. Сөйтіп жылдар өте берді. Базарбай да қартайды. Бұрын ауылдың бәріне әмірін жүргізген қатал адамның жүрісі баяулап, даусы бәсеңдеді. Байлығы да бұрынғыдай қадірлі көрінбейтін. Мал мен дүние жанын жұбата алмады. Кейде ол жалғыз қалып, мен баламның бақытын өз қолыммен қираттым деп сыбырлайтын. Бірақ Ербол әкесінің кешірім сұрағанын естімеді. Өйткені Базарбай тәкаппарлығын жеңе алмады. Бір күні ол қатты ауырып, төсек тартып қалды. Ербол жанында отырғанда қарт әкесі әзер тіл қатты. Балам, тыңдап отырмын. Айнұр сені тастап кеткен жоқ. Ербол үнсіз қалды. Мұны білемін. Базарбай таңдана қарады. Анаң айтты ма? Иә. Қырттың көзінен жас сырап түсті. Мен қорықтым. Сен кедей өмір сүріп қаласың деп ойладым. Әулетіміздің байлығын сақтағың келді. Ербол ауыр күрсінді. Әке, сіз байлықты сақтадыңыз, бірақ екі адамның өмірін жоғалттыңыз. Базарбай көзін жұмды. Кешіре аласың ба? Ербол бірден жауап бере алмады. 50 жыл бойы жүрегінде жиналған өкпе бір ауыз сөзбен жоғалып кетпейтін еді. Мен сізді әкем болғаныңыз үшін кешіруге тырысамын, бірақ жоғалған 50 жылды қайтара алмаймын. Базарбайдың ерні дірілдеді. Айнұрдан да кешірім сұрағым келеді. Алайда ол оған үлгермеді. Сол түні Базарбай дүниеден өтті. Айнұрдың өмірде өзгерген еді. Оның жары Ернар адал әрі мейірімді азамат болды. Айнұр оны жастық шағындағы махаббатындай сүймесе де, өмірлік серік ретінде қадірледі. Ернар ешқашан Айнұрдың өткенін қазбаламады. Тек бір күні ауыр науқасқа шалдыққан кезде әйеліне қарап, жүрегімде бір адам қалған бұрыннан сезетінмін, деді. Айнұр сасып қалды. Ернар, қорқпа, мен саған ренжімеймін. Сен мені ешқашан алдаған жоқсың. Отбасымызға адал болдың. Балаларыңызға жақсы ана болдың. Айнұрдың көзінен жас шықты. Мен сізге қиянат жасағым келген жоқ. Жасаған жоқсың. Адам жүрегіне бүйресіп бере алмайды. Ернар оның қолын қысты. Менен кейін жалғыз қалма. Өткеніңмен кездесуге мүмкіндік туса, қашпа. Кейде адам бұл дүниеден кетпей тұрып, жүрегіндегі сақтарға жауап алу керек. Көп ұзамай Ернар өмірден өтті. Айнұр оған ұзақ уақыт жоқтау айтты. Өйткені Ернар оның өмірінде үлкен орын алған, қиын күндерінде сүйеніш болған жақсы адам еді. Ол күйеуін шын құрметтеп, өмірінің соңына дейін жақсылығын ұмытпады. Бір жылдан кейін Айнұрдың қызы Бану шешесінің ескі сандығын жинап отырды. Сандықтың түбінен кішкентай орамал мен сарғайған қағазға жазылған бір есімді тапты. Ербол. Апа, бұл кім? Деп сұрады Бану. Айнұрдың қолындағы кесесі дірілдеп кетті. Оны қайдан таптың? Сандықтан. Бұл кісіні танисыз ба? Айнұр ұзақ үнсіз отырды. Осынша жыл бойы ешкімге айтпаған сырын сол күні қызына айтып берді. Алғашқы кездесулерін.
өзен жағасындағы армандарын, Базарбайдың қарсылығын, Ерболдың уәдесінде тұрмай кеткенін, 50 жыл бойы жауапсыз қалған сұрақтарын түгел баяндады. Бану анасының әңгімесін үнсіз тыңдап, соңында оның қолынан ұстады. Апа, мүмкін ол кісі сізді тастамаған шығар. 50 жыл өтті, қызым. 50 жыл өтсе де шындық өзгермейді. Бану Ерболды іздеуге кірісті. Ауылдағы таныстардан сұрады. Ескі құжаттарды ақтарды, әлеуметтік желіден іздеді. Бірнеше аптадан кейін оның қызын тапты. Ерболдың қызы да Бану есімді әйел еді. Екі Бану алғаш телефон арқылы сөйлескенде, екеуі де таң қалды. Менің әкем өмір бойы Айнұр деген әйелді ұмытпаған, деді Ерболдың қызы. Ал менің анам өмір бойы Ербол деген адамды жүрегінде сақтапты, деді Айнұрдың қызы. Олар ата-аналарына бірден ештеңе айтпады. Екі қарттың кездесуін өздері ұйымдастыруға шешім қабылдады. Көктемнің жылы күні еді. Айнұрды қызы туған ауылына алып келді. Біз мұнда не үшін келдік? Деді ол қобалжып. Сізге көрсететін бір жерім бар. Бану анасын баяғы өзен жағасына ертіп барды. Жағалау өзгерген. Өзеннің арнасы тарылған. Бірақ ескі тал әлі орнында тұр екен. Айнұр ағашқа жақындап, оның қабығын сипады. Көмескі тартқан А+Е жазуын көргенде көзінен жас парлап кетті. Бұл әлі бар екен. Сол сәтте арт жағынан баяу аяқ дыбыс естілді. Мен де барын, Айнұр. Айнұрдың денесі дір ете қалды. Ол бұл дауысты 50 жыл бойы естімеген. Бірақ бірден таныды. Ақырын бұрылды. Алдында қолына таяқ ұстаған, шаша қарған Ербол тұр еді. Екеуі ұзақ уақыт үнсіз қарасты. Көз алдында 70-тен асқан қарттар емес, баяғы өзен жағасында арман құрған 20 жасар қыз бен жігіт тұрғандай еді. Ербол, деді Айнұрдың даусы дірілдеп. Иә, менмін. Ербол бір қадам алға басты. Кешір мені. Мен сені іздедім, бірақ таба алмадым. Айнұр жылады. Сен неге келмедің? Мен сені сол күні кешке дейін күттім. Әкем мені қалаға жіберді. Мен саған хат жаздым. Қадандай хат? Анам арқылы жіберген едім, бірақ әкем оны өртеп жіберіпті. Айнұр бір сәт дем ала алмай қалғандай болды. Сонда сен мені тастамадың ба? Ешқашан. Ерболдың көзінен де жас ақты. Әкем саған мені басқа қызға үйленуге келісті деп айтыпты. Ал маған сенің басқа адамды таңдағаныңды айтты. Айнұр екі қолмен бетін басты. Олар 50 жыл бойы бір ғана өтіріктің кесірінен бір-бірін кінәлап келген еді. 50 жыл, деді Айнұр. Біз 50 жылымызды жоғалтыппыз. Ербол оның жанына келді. Жоғалттық. Бірақ бүгін бір-бірімізді таптық. Енді тым кеш емес пе? Ербол мұңды жымиып. Кеш болған рас. Бірақ кездеспей кеткенімізден жақсы емес пе? Айнұр оның жүзіне қарады. Қартайған, әжім түскен. Бірақ жанарында баяғы өзі сүйген Ербол тұр еді. Мен сені ұмытпадым, деді Айнұр. Мен де сені бір күнде ұмытқан жоқпын. Ербол дірілдеген қолын созды. Айнұр оның қолын ұстады. 50 жыл бұрын бірге кетуге батылдар жетпеген екі жас қартайғанда бір-бірінің қолынан қайта ұстады. Айнұр мен Ербол өткен өмірді қайтара алмады. Олар балаларына да, қайтыс болған жарларына да құрметпен қарады. Ешкімнің орнын ешкіммен алмастыруға тырыспады. Тек қалған өмірлерін жалғыздықта өткізбеуге шешім қабылдады. Балаларының батасымен шағын ғана шаңырақ көтерді. Той жасамады. Дүркіретіп ел шақырмады. Тек өзен жағындағы ескі талдың түбіне барып, екі қарапайым сақина алмасты. Осы жолы ешкім бізді ажырата алмайды, деді Ербол. Айнұр күлімсіреді. Енді айырылуға уақытымыз да қалған жоқ. Екеуі бірге күліп, артынша үнсіз жылап алды. Олар бір шаңырақ астында ұзақ жыл өмір сүрген жоқ. Бірақ сол аз уақыт екеуіне 50 жылдық сағыныштың орнын басқандай болды. Таңертең бірге шай ішетін, баяғы күндерді еске алатын, немерелерін еркелететін, кешке ауылдағы алма ағаштарының түбінде отыратын. Бір күні Айнұр: есіңде ме? Сен үлкен үй салам деген едің. Мен ауласына алма ағаштарын отырғызам деп едім. Ербол күлімсіреді. Арманымыз кеш орындалса да, орындалыпты ғой. Балаларымыз 4 болмады. Бірақ немерелеріміз одан да көп. Екеуі күліп жіберді. Арада 3 жыл өткенде Ербол қатты сырқаттанды. Соңғы сәтінде Айнұр оның жанында отырды. Ербол оның қолын қысып:
Мені 50 жыл күттің. Енді көп күттірмеймін, деді әлсіз жымиып. Ондай сөз айтпа. Жылама. Мен бақыттымын. Өйткені сені қайта көрдім. Айнұр оның маңдайынан сүйді. Мен де бақыттымын. Ербол көзін жұмды. Оның жүзінде өкініш емес, тыныштық бар еді. Айнұр сүйген адамын екінші рет жоғалтты. Бірақ бұл жолы жүрегінде жауапсыз сұрақ қалған жоқ. Ерболды өзен жағындағы ескі талға жақын жерге жерледі. Айнұр сол жерге күн сайын келіп жүрді. Бір күні немересі: «Әже, сіз Ербол атаны неге 50 жыл күттіңіз?» деп сұрады. Айнұр талдың бұтақтарына қарап жымиып қойды. «Мен күткен жоқпын, балам. Өмір сүрдім, отбасы құрдым, бала өсірдім. Бірақ жүректегі шын сезімнің орны бос қалды». «Сонда шын махаббат ұмытылмай ма?» «Ұмытылмайды. Бірақ шын сүйген адам басқа адамдарға қиянат жасамайды. Махаббат тек бірге болу емес. Кейде ол алыста жүріп те бір адамның амандығын тілеу». Айнұр немересінің басынан сипады. «Ең бастысы, адам жақсы көретін жанына сезімін уақытында айтуы керек. Өйткені айтылмаған сөз бен жеткізілмеген хат кейде тұтас бір ғұмырды өзгертіп жібереді». Айнұр ескі талдың қабығындағы А+Е жазуын қолымен сипады. Жапырақтар сыбдырлап, өзен баяу ағып жатты. Алыстан Ерболдың даусы естілгендей болды. «Мен сені ешқашан тастамадым, Айнұр». Айнұр көз жасын сүртіп аспанға қарады. «Мен оны енді білемін, Ербол. Екі адамның 50 жылға созылған сағынышы осылай аяқталды. Олар жастық шағында бірге бола алмады. Бірақ қартайғанда қайта қауышып, өмірлерінің соңғы жылдарын бір-біріне арнады.